Жалпы андай ғой, енді сұрап жатсыздар. Жалпы мен историямнан да бұрын негізі көрген шығарсыздар примерно шет жағасын не нәрсеге байланысты екенін. И андай ғой, өмірде жалпы енді 22 жыл өмір сүрсем да біраз нәрсеге бүйтіп жағам ұстағам негізі. Біраз нәрсеге ұятай деген, бірақ мынау енді кәдімгі патологы болды. Болмайды деген сайын бола береді екен ғой негізі көп нәрсе. Вот жағамды ұстап тұрмын жалпы. Негізі қатты эмоциональный адамда емеспін, бірақ сонда да бұл ситуацияда үйленейін деп жатқан қызы бар екенін біліп тұрып сондай видеоға келісіп тұрған или сондай видео салып тұрған қыз баласы кінәлі ма, или үйленейін деп жатқан қызы бар екенін біле тұра сол видеоны жасап тұрған еркек кінәлі ма деген сұрақ болады. Бірақ ол сұрақтың жауабы мен үшін біреу ғана. Бұл нәрсеге кінәлі еркек. Мен басқа бір адамдарды кінәлап олай істейтін адам емеспін. Өзі көрді, өзі таңдады, екеуі бір-біріне күшті жарасады, екеуіне болашақта тек бақыт тілеймін. Қазір сержант жіберу керек. Қазір елінде бар болса сержант жібереміз. Азиге? Эй. Что там? Нормально ма бәрі? Нормально. Өзіңге? Нормально. Алия? Нормально. Что бәрі? Или кімге жіберсін, байгенге жіберсін. Нормально. Кешегі видео жайлы толығымен сіздерге айта кетейін. Негізінде ондай видеоның болатынын және де ондай видеоның шығатынын ақырге толығымен курста болатын. Мен ешкімнен барып тығылып түсірген жоқпын, жасырып техничный кетіп қалған жоқпын. Өзіне бір ауыз сөз айтқан кезде жарайды мені түсіре бер деген еді, бірақ түсіріп болғаннан кейін төбесіне жай түскендей, төбесіне тас түскендей бүкіл оқырмандарға сержанның қандай жаман адам екенін салып қойғанын мен де түсінбей қалдым негізінде. Съемкадан кейін барып бір ауыз сөз сөйлесейін десем сыртқа шығуға да ниеті болған жоқ, сөйлесуге даже құлшынған жоқ. Сондықтан мен өзім үшін бір вывод жасадым, просто адам өзіне бір кішкентай ілік, болмаса бір причина іздеп жүрді, осы видеодан тауып алды деп ойлаймын. Сразу екеуің жараса сен нағыз үш баласы болса да қыздай бағалайды да елдер сен жастан. Елім көп айтады ғой ана жас жігіт ана үш баласымен ондай сөздерді ермеңдер өздерің болашақтан ойланды. Екеуің прям пасында үйтіп қарақабында қойшы деп кішкене ет қой. Жандарым, особенно нағыз тәтті қыз ғой. Жандарым, аман болдар. Соны айтып отырсың, екеуің сен нағызды таңдағаныңа мен өте қуанып. Сен бақытты болуға лайықтысың. Үндемей жүріп бар ғой, өзің осы. Барлық жүктердің алды болып жүрген, бәрінің жүк қолын алды. Молодец, екеуің бақытты. Ештеңеге қарамайды. Мынаның үш баласын сен сауабын аласың ба? Сауап ол саған жазылған. Өте керемет сендер жазсыңдар. Жандарың бақытты бол. В общем, сендердің инстаграмдарын қуып жүрген жоқ па негізі? Мен история салам, что-то история өз-өзімен өшіп қалып жүр. В общем, әңгіме былай. Сағат түнгі 2-де ұйықтадым да, 4-те тұрып алдым, 4:30-да. Ұйықтай алмаймын, короче. Мен сондай болып жүрмін, что-то бір-екі апта болды. Түні мен жеріктігім ұстады ма, в общем, мынандай ше, короче. Жаман шөлдедім ғой мен бейшара. Үй деген ыстық, құдай салмасын. Осындайға өлдім ғой. Ұйқыдан жаңа магазин ашыла қалсын, мен сразу ұзақ кетіп қалдым. Сол кімде ұйқымен проблема болып жүр. Менде жаман проблема болып жүр. Шашыма мән бермеңдер ғой бұл. Солай. В общем, көкең қалаға шықты. Қалаға шығып бара жатырмын жұмыстармен. Үйде жата берсең де болмайды екен. Сол көкең, в общем, 2 сағат ұйықтап, бірақ болды болып тұрып жата. Кейде бір сондай болып қалады, бір аз ұйықтасаң да, ұйқың қанып қала ма, бірдеңе болады. Бірақ болмайды, негізі графикті түзеу керек. Ерте жатып, ерте тұрып деген сияқты. Сол бір емі бар ма? Ерте жату қалай жатады?